Бүгін Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ұйымдастыруымен ел тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналған тәуелсіз Қазақстан және ислам құндылықтары тақырыбындағы халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Айтулы шара қасиетті Құран оқумен басталып, тәуелсіздік жылдарында діни басқарманың атқарған қызметі жайлы бейне сюжет ұсынылды. Алқалы жиын бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлының мерекелік құттықтауымен ашылды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы конференцияға қатысып отырған муфтилерге, мәртебелі елшілерге, зиялы қауым өкілдеріне ризашылық ниетін жеткізіп, тәуелсіздіктің қадірі мен бейбітшіліктің берекесі жайлы баяндама жасады. Аллаға шүкір, мінекей біздің тәуелсіздігімізге биыл 30 жыл толды. Алла тағала біздің тәуелсіздігімізді баяндетсін. Бұл да Алланың берген біздің халқымызға үлкен сыйы. Сондықтан осы орайда мен бүкіл жерлестерімізді өзіміздің тәуелсіздіктің 30 жылдық мерейтойымен шын жүрегімнен құттықтаймын. Өз атымнан және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атынан. Еліміздің тәуелсіздігінің 30 жылдығының аясында тәуелсіз Қазақстан және ислам құндылықтары атты ғылыми тәжірибелік конференцияны ұйымдастырып жатырмыз. Мақсатымыз әрине осы күнге жеткізген Аллаға шүкіршілік ету. Осы конференция арқылы біз осы ғалымдардың баяндамасының аясында жастарымызға патриоттық сезімді насихаттау және жастарымызды имандылыққа тәрбиелеп, әрқашан осы тәуелсіздіктің ерекше біз үшін қымбат екендігін жеткізу мақсатында осындай үлкен конференция өткізіп жатырмыз. Айта кетейік, жиынға Түркия Республикасы Дін істері басқармасының төрағасы Әли Ербаш, Ресей Федерациясы мұсылмандары діни басқармасының және муфтилер кеңесінің төрағасы Равиль Гайнуддин, Өзбекстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы Нуриддин Халик Назаров, Қырғызстанның бас муфтиі Замир Ракиев, Тәжікстан, Моңғолия мұсылман ұйымдары төрағасы, Ресей Федерациясы Алтай Республикасы мұсылмандары діни басқармасының бас муфтиі, Омбы облысы мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, сонымен қатар мемлекет және қоғам қайраткерлері, Сенат төрағасының орынбасары, вице-министр, зиялы қауым өкілдері, тарихшы ғалымдар, шетелдің еліміздегі өкілетті елшілері, өңірдегі бас имамдары қатысты. Өз кезегінде алыс-жақын шетелдерден қатысқан қадірлі меймандар тәуелсіздік турасында айтып, осы жылдардағы Қазақстан мен рухани байланыс жайлы өз ойларын ортаға салды. Allohga shukronalar bo'lsin. Mana Qozog'iston musulmonlari idorasi muftiyatining tashabbusi bilan go'zal bir konferensiya, go'zal bir anjuman o'tkazildi. Demak, Qozog'iston Respublikasining 30 yilligi munosabati bilan bu yerda bir qancha diyorlardan ulamolar, muftiylar qatnashdi. Jumladan biz ham O'zbekistondan, O'zbekiston musulmonlari idorasi nomidan qatnashdik va butun qatnashchilarga rahmat, minnatdorchiliklar bildirdik. Men o'ylaymanki, inshaalloh Qozog'iston Respublikasi musulmonlar idorasi bilan O'zbekiston musulmonlari idorasi avvaldan do'stona munosabatda bo'lganlar. Bundan keyin ham mana shu do'stonaligimiz davom etadi. Жалпы қазақ жұртшылығын, жалпы қазақ жандарының бардығын ошо тәуелсіздіктен 30 жылдығы менен құттықтаймын. Бұл бір ғана 30 жылға шектелбесін. Бұл деген 30 мың деген 30 миллиондаған жолдар еш уақытта тәуелсіздігін қазақ елі, болдош елі жоғалтпасын. Тәуелсіздік түбөлүктүү болсын. Тәуелсіздікті ушундай билели. Бұл биздин эң чоң байлыгыбыз тәуелсіздік. Тәуелсіздіктің берекети менен ушул жерлерде отуруп атабыз. Алла таалам кут кылган болсун. Андан кийин мына Қазақстан мұсылмандар дин башкармалыгынын башчысы Наурызбай Қажыге баш болгон бүтүн дини кызматкерлерге Алла таалам бекем ыйман, бекем ыхлас берсин. Халықаралық конференция барысында бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы көршілес елдердің бас муфтилерін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасына 30 жыл мерекелік медальмен марапаттады. Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия, Ресейдің Алтай және Омбы облысынан келген қадірлі муфтилерге арнайы төсбелгі тағып құрмет көрсетті. Қазақ елі бұл тек қана қазақ елінің бұл 30 жылдық тәуелсіздігі, тек қана қазақстандықтардың тәуелсіздігі деп мен түсінбеймін. Бұл әлемге тарыдай таралған, барлық елде өмір сүріп жатқан қазақтардың тәуелсіздігі. Сондықтан бұл тәуелсіздігіміздің мерейтойына келіп қатысып жатқанымыздан қуаныштамын. Бұл мерейтойға себепкер болып отырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бүгінгі ұйымдастырып жатқан іс-шарасы. Бұл өте жоғары деңгейде болып жатыр. Халықаралық деңгейде көріп отырмыз. Бұл Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мен өзім тәуелсіздіктің тамыры деп түсінемін. Не үшін? Бұл тәуелсіздіктен 1 жыл бұрын өз тәуелсіздігін алды.
Орта Азия мұсылмандар діни басқармасынан бөлініп шықты. Келесі жылы тәуелсіздік болды. Сондықтан бұл тәуелсіздігіміз тұғырлы, мәңгілік болсын, мерекелеріңіз мерейлі болсын, барлығымыздың мерекеміз деп түсінем. Аман сау болыңыздар. Қазақстан діни басқармасының шақыруымен Ресей жерінен, ол белінен бізді осы конференцияға қатысуға келіп отырмыз. Көптен көп алғысымыз Қазақстан діни басқармасына. 68 мешіттен бүгінгі міне 2600 мешіт жұмыс істеп жатыр деп отыр. Бұрынғыда өте көп елге, халыққа істеліп жатқан іс-шаруалар, бір жағынан жастарды тәрбиелеу болса, екінші жағынан жаңағы жастарды дінге баулу, некесін қию, атын қою деген сияқты басқа да халыққа, елге дін жағынан істелетін іс-шаралар өте көп. Енді бүгінгі жиын өте тамаша. Ризашылығымызды білдіреміз. Қара шаңырағымызда, Қазақстанда, Қазақстан біздің тәуелсіздігін 30 жылдық мерейтоймен құттықтаймын. Біз білеміз, енді тарих айтады, осы тәуелсіздікке жетеміз деп қандай армандар болып еді, қанша қан төгіліп еді. Құдайға шүкір, сансыз шүкірлер, міне бүгін 30 жыл болып қойды тәуелсіздік алғанымызға деп айтсақ та болады. Біз неге десеңіздер, біз алыста шетел жатсақ та біздің жүрегіміз қара шаңырағымызбен бірге. Бізге Қазақстан қара шаңырақ, атамекен, және енді Қазақстан мұсылман діни басқармасының рөлі бізге өте үлкен. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы тәуелсіздік жолында ата-бабаларымыз бастан кешкен нәубетті шақтарды еске сала келе, қиын-қыстау заманда қазақ халқын бауырына басып, қамқорлығын көрсеткен. Қазақстанның тәуелсіздігін бірінші болып мойындаған бауырлас Түркия еліне ризашылық ниетін жеткізді. Сондай халықаралық конференцияға қатысып қолдау білдіріп отырған мәртебелі дін қайраткерлеріне, шетелдің еліміздегі елшілеріне алғысын білдірді. Түркия дін істері басқармасының басшысы өз кезегінде ризашылығын жеткізді. Біз бір діннің, бір тілдің, бір тарихтың және бір географиялық аумақтың халқымыз. Біз адамзат тарихының дамуына үлес қосқан ғұламалардың ұрпағымыз. Әділет пен мейірімділікті ту еткен бабалардың ізін жалғастырушыларымыз. Қазақстан деген киелі мекенде Әл-Фараби, Қожа Ахмет Яссауи секілді түркі халқына ортақ тұлғалар өмір сүрген. Бұл ұлы есімдер тек қазақ халқын емес, күллі мұсылман әлемін қуаттап келеді. Қазақстан жері тек түркі жұртының ата мекені ғана емес, сонымен қатар достық пен тұрақтылықтың мекені. Ел мерейі үстем болып, егемендіктеріңіз жасай берсін. Айта кетейік, конференция барысында Дихан Қамзабекұлы, Әшірбек Мүменов, Марат Тоқашбаев сынды отандық ғалымдар да баяндама жасап, жиынның маңызын арттыра түсті. Осылайша Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ел тәуелсіздігінің биылғы мерейлі 30 жылдығы қарсаңында ұлттық құндылықтарды қозғаған жиынды абыроймен өткізді. Конференция соңында арнайы қарар оқылып қабылданды. Бас мүфти өз сөзінде бостандықтан асқан құндылық жоқ деді. Ендеше тәуелсіздігіміз тұғырлы болғай.